Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермендер. Сіздермен бірге оқитын ұлт айдары және оның жүргізушісі Нұркен Бектасов. Бүгінгі тақырыбымыз Мұхтар Мағауиннің өмірі мен шығармашылығына бағытталған. Мұхтар Мұқанұлы Мағауинді бұрынғы мен қазіргі замандағы үлкен жазушылардың қатары және ана тіліміздегі көркем әдебиет, романдар мен тарихи туындыларды оқып жүрген оқырмандар жақсы біледі. Сонымен бүгінгі айдарымызға Мұхтар Мағауиннің өмірі мен шығармашылығын арқау қылмақпыз. Мұхтар Мағауин Қазақстанның халық жазушысы, тарихшы, филология ғылымдарының докторы, публицист, қазақтың ауыз әдебиетін зерттеуші ғалым. Мұхтар Мағауин 1940 жылы 2 ақпанда Семей облысының Шұбартау ауданы Башатас ауылында мұғалімдер отбасында дүние есігін ашқан. Әкесі мұғалім болған, сондықтан бала Мұхтар тарихқа қызығушылық танытып, терең түсіне бастаған. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін, 1965 жылы аспирантураны тамамдады. Еңбек жолын 65 жылы бастады. Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, 67-71 жылдары жазушы баспасында бас редакторының орынбасары, Қазақ КСР ғылым академиясының Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері болып істеген. Мәскеуде Максим Горький атындағы әдебиет институтында қазақ фольклоры мен қазақ әдебиеті тарихы бойынша арнайы лекциялық курстар жүргізген. 83-84 жылдары еркін шығармашылық қызметте, 84-86 жылдары жазушы баспасының бас редакторы, 87 жылы еркін шығармашылық қызметте, 88 жылы Жұлдыз журналының бас редакторы болды. Мұхтар Мағауиннің жазба әдебиетіне алғашқы тырнақ алды әңгімесі «Бір уыс бидай». Ол аталмыш туындысын 20-21 жасында, яғни 60-61 жылдары жазған. Осы әңгіме желісімен Серік Әбікенұлы мен Данияр Мұстафаев қысқа метражды фильм түсірген. Алғашқы көрсетілімі 2017 жылдың 31 мамырында Алматы облысының Жетісу телеарнасында өтті. Фильмнің түсіріліміне Бикен Римов атындағы Талдықорған драма театрының және Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академия балалар мен жасөспірімдер театрының әртістері қатысты. Аталмыш фильм кеңес дәуірінің көсемі Сталин 1916-37 жылдары аралығында қазақ даласына төндірген аштық қасіретінен 5 миллионға жуық қазақ елі бір жұтым нәр таба алмай қырылған жағдайда бейнелейді. Және де 1960-61 жылдары жоғарыда аталған туындысынан басқа мынандай әңгімелері де жарыққа шыққан. Тіленші, әйел махаббаты, кешқұрым, жаңыл махаббаты. Сонымен Мұхтар Мағауин қай жылдары қандай еңбектер жазды деген сауалға бірге жауап іздеп көрейік. 61-62 жылдары Ер тарғын және қазақ эпопеясы алғашқы зерттеу еңбегі шығады. 68 жылы Қобыз сарыны әңгімесі, 69 жылы Тазының өлімі хикаяты, 69 жылы Ақша-қара жинағы, 70 жылы Алдаспан антологиясы, 1971 жылы Көк мұнар романы, 72-73 жылдары Архив хикаясы, Есі және басқа да әңгімелер жарыққа көрді. 1972-76 жылдары Ленинградта поэты Қазақстаны атты 6 ғасырлық антологияны әзірлеп шығарды. 73 жылы Бір атаның балалары хикаяты, 77 жылы Өмір жыры жыланды жаз хикаяттары, 78 жылы Көк бұлақ романы, 79 жылы Жүйрік хикаяты, Ер тарғын жыры. 80-82 жылдар Аласапыран тарихи роман диалогиясы, 84 жылы Шақан шері романы, 87 жылы шығармаларының 5 томды жинағын әзірлеп шығарды. 88-90 жылдары Алтын тіс, Тәртіпті азамат, Абақтыда өлген Уан атам, Тассудан өткен қашқындар, Әбдіғапар сері және басқа да әңгімелер. 90-91 жылы Сары қазақ романы, 93 жылы Қазақ тарихының әліппесі, 96-98 жылдары Мен мемуаралық трилогиясы, 97-99 жылдары Конфузын даналық дәрістері кітабы, 99 жылы Шипалы Арасан хикаяты, 2001 жылдары Тамыздан соңғы әңгімелері, одағай әңгімелер топтамалары, 2001 жылы Қисық ағаш оңғақ хикаяттары, 2003 жылы әдепкі әңгімелер топтамасы, 2003-2004 жылдары және одағай әңгімелер топтамасы, 2004 жылы Қыпшақ аруы романы, ұлтсыздану ұраны толғауы, 2005 жылы Кесік бас тірі тұлып хикаят романы, 2007 жылы Жармақ романы, 2007-2008 жылдары әрқилы әңгімелер,
талайсыз әңгімелер топтамалары, 2016-2017 жылдары естеліктер кітабы, Ілияс Аға, Есенберлин, Әбіш екеуміз және басқа жазбалар, 2018 жылы естеліктер кітабының жаңа тараулары, 2019 жылы шығармаларының 25 томдық толық жинағын баспаға әзірледі. 2008-2015 жылдар аралығында Шыңғыс хан және оның заманы тарихи деректі тетралогиясын жазды. 2019 жылы жазушы шығармаларының 26 томдық толық жинағы баспаға әзірленіп, 24 жылы Қазақстанда басылып шықты. Мағауин Шыңғыс хан деректі тарихи хикаясын жазуға аттай 7 жылын арнады. Тарихи роман 4 кітаптан тұрады. Онда атақты жазушы шығармада өткен 12-13 ғасырлар көлеміндегі орталық Азия болмысын кеңінен қамтыған Аласапыран роман дилогиясында 2 томдық 81-83 жылдары автор қазақ хандығының Тәуке хан тұсында 16 ғасырдың аяғы 17 ғасырлардағы Қазақстан Ресей тарихи байланысын және қоғамдық саяси қатынастарын сенімді түрде сипаттайды. Жазушының негізгі шығармалары орыс тіліне аударылған және КСР халықтары мен шет ел тілдеріне басылған. 84 жылы біртуар тұлғаға Аласапыран тарихи роман дилогиясы үшін Қазақстан КСР-ның Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы берілді. 96 жылы Мұхтар Мағауин Қазақстанның халық жазушысы атанды. 97 жылы түрік тілдік жазушылар мен мәдениет қайраткерлерінің халықаралық сыйлығының лауреаты болды. 2005 жылы Парасат орденімен марапатталған. Шығармаларының ішінде Қобыз сарыны, қазақ тарихының азбукасы, Жармақ сияқты танымал романдар мен әңгімелері бар. Көптеген шығармасы әлемнің бірнеше тіліне аударылды. Ол қазақ тіліне Уильям Сомерсет Моэм, Генри Райдер Хаггард, Николай Погодин секілді қаламгерлердің шығармалары мен әңгімелерін аударған. Марапаттары: мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әдебиет зерттеушісі, Қазақстанның халық жазушысы, Түркияның халықаралық түркі дүниесіне қызмет сыйлығының сахибі, Улан Батырдағы халықаралық Шыңғыс хан академиясының құрметті академигі. Отбасы туралы: жазушы 1965 жылы үйленді. Өмірлік қосағы Бақытжамал Нұрғалиқызы 50 жылдан астам ортақ шаңырақта 6 бала тәрбиелеп өсірген, 20 шақты немере сүйіп, 5-6 шөбере көрді. Ғалымның хаты өлмейді деп бабаларымыз айтып кеткендей, Мағауин 2007 жылы Чехияның Прага астанасында көшіп және 2015 жылдан бері ақш-та тұрып кетсе де, қазақ елі үшін осыншама теңдессіз еңбектер қалдырды. Мұхтар Мұқанұлы Мағауин ағымдағы 2025 жылы қаңтар айының 9 жұлдызында 84 жасында ақш-тың Мэриленд қаласында шалған дүниемен қош айтысты. Сөзіміздің соны Мұхтар Мағауиннің мынандай тағылымды ойымен аяқтаған жөн болар: жаман адам жақсы жазушы бола алмайды. Сондықтан қазағымыздың аналарынан бұл жарық дүниеге жақсы жандар мен заңғар тұлғаларымыз көп кетсін деп тілегімізді білдіре отыра, бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Нұркен, нұрлы күндеріміз көп болсын.